Bolalar kinostudiyasi. Мам, мен тамақ жегім келмей отыр. Не болды? Не болып қалды тағы? Кете берейінші. Қайда асығып жатсың? Бірге барамыз ғой қазір. Папа қазір барлығымыз алып кетеді. Қош, мен Даниярмен барғым келмейді. Не істеп қойды ол саған? Онда бұл автобуспен барсын. Қайырлы таң. Так. Қайсың автобуспен барам деп жатқан? Данияр ғой. Автобуспен барып үйренейінші деп жатыр. Қашанғы салпақта тасып жүресің бұларды? Я, папа. Уф, кеттім мен. Салпақтаған несі? Осылар үшін алдық қой көлікті. Сен де бір. Иә, осылар үшін ғой. Осылар үшін. Таң азанмен қайғыдағын қозғап. Шайларын ішіндер. Димаш менің нағашы ағам. Айжан оның келіншегі. Дәлірек нағашы жеңгем болып келеді. Дәуре мен Жұлдыз нағашымның ұлы мен қызы. Жұлдыз маған жөнсіз соқтықса береді. Жұлдызы қарсы. Сонысына бола нағашы жеңгем екеуіне жүрегім жылымай-ақ қойды, деді бір сөзінде Данияр. Данияр менің сыныптағы достарымның ішіндегі ең қарапайымы. Маған оның сезімталдығы ұнайды. Оның сыныпқа келгеніне көп болмаса да, оны жанымызға жақын тарттық. Ол үнемі сырын бізбен бөлісіп тұрады. Данико, неге папа мен мамаға ескертпей кетіп қаласың? Өзім барғым келді. Менімен бір машинада болмағаныңа ризамын. Бірақ папам сені қатты уайымдады. Сен үлкендерді уайымдатқаныңа ұялмайсың ба? Бұш! Кешікпей келе. Жыныма тетші осы бала. Адам сөйлеп тұрау демейді ғой. Кетші бар. Тыныш деймін. Сыныпта кім жоқ? Не қыласың он? Типпабыл, мұғалім сияқты сұрадың ғой. Аяғына дейін тыңдасаңдаршы, уәли бізге бір нәрсе айтпақшы. Жақында біздің мереке келе жатыр. Қыздар бізге не сыйлайды екен? Былтырғыдай тарак бөзішка жарсын. Өздерің қарқ болып сыйлық сыйлағандай. Сөйлемей қойша. Не болды? Қыздар, балдар, тыныш. Көңіл кен жоқ қой. Ештеңкеге зауқым жоқ. Біреу тиісті ма? Не қыласың? Айтсайш, біз доспыз ғой. Біз бұл мәселені бірге шешейік. Сен жақсы баласың ғой. Жақсылардың көңіл күйі әрдайым көтеріңкі болып жүру керек. Рахмет. Қазір апа келіп қалды. Орындарыңа отырыңдар.
Онда сабақ біткен соң барлығын айтып берем деп уәде ет. Айтпасаң, апай келсе де сенің қасынан кетпей қоямыз. Жарайды, дегендерің болсын. Бала, бер кел. Неменеге мына жер тазаламайсың? Мен саған не айттым? Мына құлағың бар ма сенің, жоқ па? Сабағымды орындап едім, жеңге. Сабағың құрсын сенің. Алдымен мына тірлігіңді бітір, содан кейін орында сабағыңды. Ол өзінше мені мектепте тыңдамайды да. Ал айтпесе, неге тыңдамайсың? Әпкең емес па ол сенің? Данико, қайдасың? Мұнда кел. Сүртана көзіңді, үніңді шығармай. Осыдан бірдеңе білетін болса, жаныңды шығарам. Бар. Анаң звондап жатыр. Мамна заттарды қайда қоям? Кухняға апарып қоя Кімнің сал. болдың? Жылағасың ба? Кім тиісті? Ешкім тиіскен жоқ, жай құлап қалдым жаңа. Димаш, шай ішесіңдер ма? Саған арнап торт пісіріп қойған едім. Дайындай берші. Құладым? Жігіт деген жылай ма? Жігіт деген жыламайды. Әлде анаңды сағындың ба? Қазір анаңа хабарласамыз. Сағынышыңды басамыз. Соған бола жылай ма? Не істеп тұрсыздар? Жігіт емессің бе? Жай, әшейін, тұрмыз. Мама, мен шай дайындай берейін. Жүр. Папаң да қарны ашып келген шығар. Анаңмен сөйлесеміз. Жүр, отыр. Қазір, міне, анаңмен сөйлес. Алло, Данияр, ботам сен бе? Анашым, сағындым сені. Жаным, сол ботам, жағдайың жақсы ма? Сабағыңды оқып, ағаң мен жеңгеңді тыңдап алапаным. Мен де сағындым сен. Кішкене шыдашан барып қалам. Мен де сені сағынып әзер жүрмін. Мақұл анашым. Ау, қазір. Ботақаным мені мына жақта шақырып жатыр. Кейін тағы хабарласам, я? Сүйдім жан, сәлем айт. Жарайды анашым. Даниярдың әкесі мен анасы бір-бірімен ажырасып кеткендеріне бір жылдай уақыт болып қалды. Ал анасы жұмыс бабымен басқа қалаға қоныс аударған. Содан бері Данияр нағашысының үйінде тұрады. Бала жүрегі ата-анаға деген махаббаты ерекше. Әкесі сол кезде тастап кетсе де, бәрібір сағынып іздеп тұрады. Ал Сәбит Даниярдың әлі де бірде-бір рет жағдайын сұрап іздемеген. Сәбит, Данико, тамақ пісті, кіріңдер, әйтпесе қазір тамақ суып қалар. Қазір, мам! Қаны теп. Балам, жүр, үйге барайық. Қазір етпесе мамаң ана тамақтың бәрін жеп қойып, қарын сипап жатпасын үйдің ішінде. Маша медведьте қасқыр сияқты ма? Иә, дәл таптың. Онда сіз анамды медведь сияқты бұлай бұрышқа тұрғызып қоятын шығарсыз. Ай, қалжың басай. Мамаң ұрсып жүрмесін. Жүр, бол, кім бірінші? Мен! Сенің мәселеңді бір жақты етіп қарау керек. Уали, ау, сен жазып тұр. Данияр досымызға үй тауып беруіміз керек. Сонда бөлек шығарамыз ба? Сонда қайдан тауып береміз? Өте орынды сұрақ. Біз Даниярды үйімізге қонақ етуіміз керек. Және оны ешкімге айтпауымыз керек. Қалай? Даниярдың жеңгесі өзінің қателігін түсініп, кешірім сұрағанша біз оны ешкімге айтпауымыз керек. Бота дұрыс айтады. Сонымен Данияр ең бірінші кімнің үйіне қонаққа барады? Гүлсім? Мен ойланып алайыншы. Уали? Мен жазып жатырмын ғой. Бекжан?
Достарым, мен үшін қиналмай-ақ қойыңдар. Мен сендер ойлағандай жасай алмаймын. Өй, сен ренжіп қалдың ба? Мен енді сен үйге қонақ еткелі жатырмын. Рахмет, мен сендерге ренжімеймін. Кетіп-ақ қалғым келеді, бірақ Димаш ағамды ренжіткім келмейді. Ол өте жақсы адам. Онда біз анау әлгі жұлдыз деген шашын жұлайық. Иә, оны саған тиіспек түгіл сөйлемейтіндей етіп қояйық. Жоқ, керек емес. Бәріміз қайтайық. Ата-аналарың іздеп қалады. Сендер қандай бақыттысыңдар. Данияр! О, әкешім! Данико. Қалай батыр? Жақсысың ба? Сіз ерте келіпсіз ғой. Енді біраз уақыт сен қасыңда боламын. Ура! Екеуміз ойнайтын болдық. Ботам, киіміңді ауыстыр. Тамақтанып болған соң ойнайсыңдар. Бар, киімді ауыстыр. Что хотел сказать Виталий Кличко и что получилось на деле? Пополнение в Ассалаумағалейкум. Жақсы. Қалайсыңдар? Ау. Болып қашыға. Қайдасыңдар? Жақсы. Я қаз барам. Қой, барам. Қайда? Жолдас болдар шақырып жатыр. Мен барып жолып қайтайын. Жарайды онда, ертелі қайт. Бап, қайда? Даникош. Мен қазір дос балдармен жолып келе салайын. Келген соң ойнаймыз, иә? Жарайды. Ишан, батырым ғой мен, батырым. Жарайды онда. Бап, тезірек келіңізші. Жарайды, мен кеттім. Балалар, бүгін қандай күн екенін білесіңдер ме? Сәрсенбі. Дұрыс емес. Енді не? Айтайын ба? Айтсашы енді. Бүгін арман тілектері орындалатын күн. Қалай? Сонда қайтып? Бүгін қадір түні. Бұл күні барлық тілектер орындалатын түн деді әжем. Мә, шынымен солай деді ма? Әрине, менің әжем мүлдем өтірік айтпайды. Тілегімізді қалай айтсақ орындалады? Кімге айтамыз? Уәли рас айтады. Мен бұл жайлы естігем. Не істейміз? Соны айтыңдаршы. Тілегіңді хат арқылы жазасың. Мәссаған, хатты қайдан алып кетеді сонда? Мешіттен болса керек. Өйткені кешке барлық ағаталарымыз мешітке барып, қадір түнін күтеміз дегенді естідім. Данияр, сен онда хат жазсай, мүмкін бүгін сенің Димаш ағаң мешітке баратын шығар. Сол ағаңнан бер жіберерсің. Мен кеттім онда. Менің жоқ екенімді апайға білдірмеңдер. Мен сендерге сендім. Сау болыңдар.
Сайтан ұстап қайдан келе жатсың? Не анау үстің? Неге тұрсың табалдырықта? Үйге қарап жүгірме. Ей, ақымақ. Не болды? Бүгін ертерек келіп қалыпсың ғой. Апа ертерек жүрді сабақтан. Өтірігіңді айтпаш, сабақтан қашып келген бәлесің ғой. Тұрш жолымнан, менің уақытым да жоқ. Ойбай, уақытыңа не болыпты? Ал тұрмайым ал, не істейсің? Осы сен маған неге тиісе бересің? Өйткені сен маған ұнамайсың. Ал сен маған ұнайсың. Кекетуітте шығарыпсың ғой, қыл жақпас. Осы сенің папаң мен мамаң қашан алып кетер екен үйіңе? Қорықпа, ертең аға алып кетеді. Ертең деп жүргеніңе 1 жыл болып қалды ғой. Көресің, осы жолы міндетті түрде алып кетеді. Көрейік, төрлетіңіз. Ей, қой сен де бір. Мұның барлығы Даниярдың көңіліне таңбадай басылып тұр. Әкесінің неліктен тастап кеткені Даниярға белгісіз. Данияр қанша ойланса да басы жетпейтін. Бірақ не үшін үлкендер олай жасайды? Даниярдың не кінәсі бар? Менің досымның не кінәсі бар? Кім біледі? Айтыңыздаршы. Сұрақ көп, бірақ жауап жоқ. Данияр осы жағдайлардан кейін ерте есейді. Ал онда астарың дәмді болсын. Мен онда барайын. Димаш аға, сіз мешітке барасыз ба? Иә? Онда менің бір өтінішімді орындаңызшы. Мен ашайын деген ба? Қандай өтініш? Айта ғой. Мен сізге бір қағаз беріп жертем. Соны мешітке апарыңызшы. Апарайын? Қазір. Ағаң миын ашытпасай? Міне, осы қағазды мешітке апарыңызшы. Бұның ішінде не бар? Бұны оқуға болмайды. Жарайды. Жарайды. Тиісті орнына апарып қоям. Рахмет аға. Ал ендеше тамақтарың дәмді болсын. Мен онда барайын. Менің хатымды Димаш аға шынымен де мешітке апарды ма екен?
апарған шығар. Димаш ағам ол жақсы адам, айтқан сөзінде тұратын адам. Қызық. Арманым орындалса ғой, өте күшті болатын еді. Айдың әдемісін ай. Ауа райы да әдем болып тұр. Бұрын тура осындай ауа райында әкешім, анашым, үшеуміз қыдыратын едік. Сол кездер келсе екен. Ол кездер келетініне мен сенімдімін. Бірақ қашан? Ассалаумағалейкум. Қал жағдайыңыз қалай? Сыныптастарымның айтуынша, сіз тілек орындайды екенсіз. Менің бір ғана тілегім бар. Соны орындаңызшы. Жалынам сізге. Өтініш, менің әкем мен анам ажыраспасыншы. Біз қайтадан бұрынғыдай өз үйімізде бақытты болып тұрайықшы. Мен оларсыз қатты қиналып кеттім. Сағынғаным соншалық ешкімге көрсетмей жылап алам. Өтінем сізден, мен жақсы бала болып жүруге уәде берем. Маған компьютерде, ақшада, велосипедте, тіпті телефон да керек емес. Тек әкем мен анам қасымда болса екен. Әке, мендей жасымда сіз қалай өмір сүріп едіңіз? Басқалар секілді бақытты кездерді көруіме менің де хақым бар шығар. Неге менен қаштың, әке? Неге ажырастың, ана? Қайтадан қосылыңдаршы. Менің әкемнің аты Сәбит, анамның аты Жазира. Егер менің әкем мен анамды көрсеңіз, оларға ұрсып жіберіңізші. Мені келіп алып кетсінші. Сәлеммен, Данияр Сәбитұлы.
Енді біз Данияр үшін өмір сүруіміз керек. Да? Әзілдемей ақ қойшы. Есің кірейін дедім. Сен осы менімен адам құсап сөйлесе аласың ба? Тыңдап тұрмай айта бер. Келісіп алайық, Жазира. Мен ұлымның басқа біреуге жалтақтап өскенін қаламаймын. Және сендердің де қиналғандарын қаламаймын. Бір жыл бұрын неге ойламадың осыны? Біз қиналған жоқпыз. Жазира, сен мені түсін. Бұлай жасай беру әркім қолынан келе береді. Бірақ мен де жүре аламын сен сияқты тайраңдап. Мен тайраңдап жүрген жоқпын. Сенің орныңа Даниярдың асыраушысы болдым. Күн түн демей жұмыс істедім. Ал сенің бізге оралатын ойыңда болған жоқ. Ойым болды. Кеудеңдегі намысың жібермеді ма? Сәбит, айтшы, сол намысың кімге керек? Мына мені қоя берші. Даниярдың не кінәсі бар? Даниярдың еш кінәсі жоқ. Кінә мына біз екеумізде. Біздің қырсықтығымыздың кесірінен ұлымыз қиналуда. Түсіне қалыпсың ғой. Екеуміз балалығымыздан арыламай жүрген кезде ұлымыз да есейіп үлгеріпті. Мә, мынаны оқып көр. Қазір. Амансыздар ма? Кел ағай. Қалай, жақсы жеттіңдер ма? Жақсы, аман есен. Кіріңдер. Даникош? О, анашым! Жаным, балапанымсың. Мен сізді сағынып кеттім. Данияр, балам, қалайсың? Білесің бе, мен сені енді ешқашан тастамаймын. Уәде беремін. Сенің әрбір менсіз өткен күніңнің бәрі саған жай үшін естелік болып қалатын болады. Мен сені ешқашан тастамаймын, Данияр. Рас па? Шынымен де тастамайсыз ба? Ешқашан.
Сәлем. Қалайсыңдар? Неге көңілсізсің? Тағы да сол жұлдыз ренжітті ме? Жоқ. Данияр, енді не айтсайшы? Менің екі жаңалығым бар. Бірі жақсы, екіншісі жаман. Жаман жаңалығынан бастай берші. Мен сендермен бір сыныпта оқымайтын болдым. Мәссаған. Не үшін? Жақсы жаңалығыңды айтшы енді. Менің әкем мен анам ажыраспайтын болды. Біз бірге тұратын болдық. Менің хатым тиісті жерге жетіпті. Иә. Мен саған айттым емес па? Рахмет саған. Сен не оған қуанбайсың ба? Әрине қуанамын, бірақ... Не бірақ? Сендерде алтын достарымды қимаймын. Сол да сөз болып па? Керек болса кездесіп тұрамыз. Солай ма, достар? Келісемін. Мен де келісем. Рахмет сендерге. Барлығы үшін рахмет. Мен сендерді қайда жүрсем де ұмытпаймын. Міне, осымен тамам. Барлығы да осылай біткеніне қуаныштымын.